Hayırlı geç. Efirde Жекпе-жек. Ток-шоу жүргізушісі Ринат Думанұлы. Абылай ханымыз аманаттап кеткен білектің емес, білімнің заманы келгені рас па рас. Енді ол білімнің сапасы оқулықтың деңгейімен өлшенетінін білеміз бе? Білеміз. Өткен қиын кезеңдерде де алаш арыстары өздері оқулық жазып, бүгінгі бір баспаның ісін атқарғаны да мәлім. Ал авторда көп, баспада дамыған, мемлекеттен қолдауды артқан заманда оқулықтар мәселесіне неге көп орала береміз? Біздің оқулықтардың сапасы, мазмұны қандай? Олардың мектепке жетуі мен таралуы қай деңгейде? Сабақтың басталуына санаулы күндер қалды. Ендеше жаңа оқу жылына дайындық нендей? Оқулық мәселесі оңалды ма? Алдымен экранға назар аударайық. Күздің басы білім күні. Білім күні мектеп табалдырығын аттағалы отырған қаншама баланың мектеп құрал жабдығымен толық қамтамасыз етілді ма? Әрі сол құрал жабдық сапалы ма деген сұрақ ел азаматы ретінде мені қатты толғандырады. Бүгін осы толғақты сұрақтың жауабын алу үшін Білім және ғылым министрлігі оқулық департамент директоры Бейбіткүл ханымды жекпе-жекке шақырамын. Зерде мектебінің мұғалімі Ахметжан Аятжан оқулық мәселесі бойынша жекпе-жекке шақырған екен. Министрлік тарапынан шақыруын қабыл алдық және сұрақтарына жауап беруге дайынбыз. Бүгін жекпе-жекке шығатындар Аятжан Ахметжан Астана қаласындағы дарынды балаларға арналған Зерде мектебінің мұғалімі. Бейбіткүл Кәрімова оқулық республикалық ғылыми тәжірибелік орталығының директоры. Жекпе-жекке қош келіпсіздер. Сөз жоқ, оқулық мәселесі өзекті. Жылда осы кезде білім күнінің қарсаңында оның төңірегінде түрлі әңгіме айтылады, дау-дамай болып жатады. Өзектілігін жоғалып келе жатқан мәселе. Неліктен, Аятжан мырза, сіз қазіргі мектеп оқулықтарының сапасына көңіліңіз толмайды? Не ұнамайды сізге? Содан бастайықшы. Неге шақырдыңыз қарсыласыңызды осы алаңға? Қазақта сөз бар ғой. Көп суыр ыңғазбайды, ыңғазса терең қазбайды дейді. Бағанағы сіз өзіңіз айтқан бір баспаның ролын атқарып отырған бір адамның жауапкершілігіндегі дүние қайта жақсы еді. Қазір анау ананы кінәлайды, анау ананы кінәлайды. Қалың кінәнің арасында кінәні таппай жүргендіктен біз әркім білгенін істеп жүр, былайын айтқанда. Отандық оқулықтардың мәселесі мынада деп өзіңіздің дәлел-дәйектеріңіз келтірсеңіз. Жалпы бәріміз айтамыз. Негізі бұл төңіректе пікір айтып, пиар жасап жүрген адамдар да бар, онда жоққа шығарамаймыз. Сіздікі жай пиар емес пе? Пиар болмаса, онда сөзіңіз дәлелдеңіз. Жай пиар маған қажетті жоқ. Жақсы. Енді біз келетін болсақ, мен егерде аргументтер келтіретін болсақ, оқулықтың сапасының нашарлығына, онда қазір мен осы жерде отырған көрерменді де, осы жердегі экрандағы барша көрерменді жылатып жіберем. Бірінші сыныптан 11-ші сыныпқа дейінгі әр бетін санап айтып беретін болсам, әр бетті айтудың қажеті жоқ. Жалпы жүйелік қандай мәселелер бар, соны айтыңыз. Ал бірінші. Неге осыншалық қателіктер кете береді? Себебі бізде оқулықтың жазылу жүйесі дұрыс қалыптаспаған. Себебі оқулықты жазатын негізгі құқықты баспаға берген. Ал баспа оны тендермен ұтып алады. Яғни оқулықты тендерге салады. Ал оқулық жазуды тендерге салу деген сөз, баланың болашағын тендерге салу деген сөз. Біз оқулық жазу туралы біз жай не қылатқанымыз жоқ. Біз баланың болашағын тендерге салып жібердік. Жақсы, бұл бірінші мәселе. Екінші. Бағанағы нәрсені бұл 5 рет шығарса да, оларға қате кетіруге өздері мүдделі екен деп ойлаймын да, 5 мәрте, 6 мәрте басылған оқулықта және жүреді сол қателік. Ол деген сөз, қате кеткен жақсы, келесі жыл және шығара бергенге сылтауда қате кетті қапты шығарады, өкіметтен ақша бөлінеді, қате кетті қапты шығарады. Бұл керемет амал. Бар мәселе осында ғой сонда. Бар мәселе осында. Ал енді оқулықтың сапасы түзелу үшін арнайы бір мекеме бағдарламаңыз, оқулықтың бағдарламасы, госстандарт, оқулықтың жазылу авторларын табу, оқулықтың жазылуы бәрін бір мекеме толық басқару керек. Ал баспа, ол тек қана дайын дүниені басып шығарумен айналысады. Шығаратын орган болу керек. Ол өзі де баспаның міндеті не? Баспаның міндеті ол
жауапкерлік шектеулі серіктестігі. Оның жауапкерлігі де шектеулі. Оның басты мақсаты ақша табу. Ол ақша табу. Жаңағы сіз айтқан дүниенің бәрімен айналысатын бір мемлекеттік оператор керек. Оператор болу керек. Қазір кінәлаңыз. Мен осы жерде айтатын бізде міне оқулық орталығы бар емес пе, мысалы республика? Оқулық орталығының қолының құзыретінде қаншалық дүние бар екенін білмеймін, бірақ шамасының келмей отырғанда мен көзім жетеді. Неге шамасы келмей отыр? Міне басшысы алдыңызда тұр. Бетпе-бет тұрып айтыңыз осы жерде. Шамасы келген болса, аншалық көп қателік жібермес еді. Қазір оқулықты кінәлай келсеңіз, бағдарлама алтын сариннен шығады. Госстандарт немне авторларды баспа ұжымы таңдайды. Оқулықты баспа әкеледі, сараптайтын және бір мекеме, 4-5 мекеме біріне бір сілтейді. Қандай уәж айтасыз? Уәжіміз бар әрине. Жалпы оқулық мәселесіне келетін болсақ, әрине бұл әрқайсымызды толғандыратын біздің ұлт болашағы. Сондықтан біз ешқайсымызда бұл мәселеге бейжай қарай алмаймыз. Сондықтан енді осы ұйымды сараптама ұйымы, біздің ұйым, сараптама ұйым басқарып отырғаннан кейін, онысы министрлік тарапынан қаншалықты жұмыс жүргізіліп жатқанын мүмкін Аятжан білмеуі де мүмкін. Ал енді тарихқа үңіле кетсек, жалпы Қазақстанда оқулық жазу қай кезден басталды деген сұраққа жауап беретін болсақ, өздеріңіз білесіздер, біз кеңес үкіметінің құрамында болдық, сосын Ресейдің оқулықтарын алып аударып оқып жүрдік. Тәуелсіздік алғаннан кейін мақсаттық бағдарлама шығып 1996 жылы. Сол кезден бастап қана біздің Қазақстанда төл оқулықтар жазыла бастады. Төл оқулықтар жазыла бастаған кезде бұны бірақ ұйым жасады. Жаңағы ұлттық академия, ол кезде Казахская академия образования, сол академия жаза бастады. Сол жазған кезде белгілі бір-бірақ оқулықтан болды. Кәдіргідей балама оқулық деген жоқ, бір-бір оқулықтан жазып бастады. Сонда мектеп баспасы, одан кейін Атамұра баспасы, міне негізгі мектеп оқулықтарын осы баспаларға берілді. Бірақ олар мемлекеттік тапсырысты орындап, ұлттық академияның жанында шоғырланып істеген болатын. Содан кейін 2004 жылы осы оқулық жазу мәселесі бәсекелестік ортаға шықты. Неге шықты дейсіз ғой? Себебі оқулықты жаңағы академияның ішінде жазу өте көптеген қиындықтар туғызды. Өздеріңіз білесіздер, бәсекелестік ортаға тек қана оқулық жазу емес, жалпы көп нәрсеміз бәсекелестік ортаға шықты ғой енді. Бәсекелестік негізінде сапа туғызу керек. Сол сапа туып жатыр ма? Жаңа сіз айтқан бірнеше функциялар баспаларға берілді. Жоқ, енді қазір келе жатырмыз. Қарсыласыңыз көріп тұрған жоқ. Жоқ, енді міне қараңыз, енді содан бері міне тәуелсіздік алғалы бері оқулықтарым жазылып келе жатыр. Көш жүрет сөйлет деген сөз бар қазақта. Қазір бір 4-ші басылымда келе жатырмыз. Қазіргі оқулықтарға келетін болсақ, қазір оқулықтарды бізде Қазақстанда көп баспа деп айта алмаймын. Негізгі оқулықтар жазатын 4-5 баспа ғана бар. Ол Атамұра баспасы, мектеп баспасы, бастауыш сыныптарға Алматы кітап баспасы жазады, міне Арман ПВ баспасы бар, білім баспасы бар, жазушы баспасы бар, міне осы баспалардан оқулықтар шығарып жатыр. Ол баспалар қазіргі таңда авторларды өздері құрайды. Ұжымды өзі құрады, авторлық ұжымды. Одан кейін барып оқулықтарды жаңағы министрлікке сараптамаға жібереді, министрлік оқулық орталығына жібереді, оқулық орталығы талдап, таразылап жаңағы бағасын береміз. Ал енді сын ескертпелерге келетін болсақ, кемшілік жоқ деп айту ол дұрыс болмайды. Кемшілік бар, бірақ та дегенмен де сол кемшіліктердің көбі жаңағы орында айтылмаған кемшіліктер болып табылады. Неге дейсіз? Мысалы, қандай кемшіліктер орынсыз айтылып жүр сіздің ойыңызша? Мысалы, жаңағы көп жағдайда тарихтың даталарына байланысты болады. Ол тарихи деректерде әртүрлі жаңағы мұрағаттағы нелер бар, жаңағы деректер бар, сол деректерге сүйеніп жазады авторлар. Сондықтан бұл жерде бұны қате деп түсінбеу керек, бұл біздің тарихымыздың әлі бір жүйеге, бір системаға келтірмегеніміздің нәтижесінде. Бірақ ертең мектеп бітіруші ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырған кезде сол дүниенің өзі маңызды рөл ойнайды ғой. Сол дүниенің маңыздылығын ескере отырып, қазір мысалы үшін біз нақты тест орталығымен де жұмыс істейміз. Сол тест орталығының жасаған жаңағы сұрақтарлығының барлығы оқулыққа сәйкестігін тексеріп отырамыз. Мен сондықтан да қазір оқулық сапасына үлкен мән беріліп жатыр. Стандарттар өзгеріп жатыр. Оның көп Аятжанның айтып жүрген білем мәселелер. Көп жағдайда бағдарламаға бұл кемшіліктер бағдарламаға сәйкес болып жатады. Мына бағдарламаны дұрыс жасамаған деген нәрселер болды. Бірақ енді мазмұндық қателік мен көрген жоқпын.
Бағдарламаны бізде Қазақстанда Ал енді- жасайтын Алтынсарин атындағы академия ғой. ұлттық академия мына жерде отыр. Бірақ ол бағдарламаларға да мысалы үшін өзгерістер енгізіп, ол бағдарламаның ішінде қате деп айтуға болмайды. Мысалы үшін оған әр автордың, әр мұғалімнің өз көзқарасы болады. Сол көзқарасына мен мынаны былай қойса екен деймін, Аятжан айтады, мына тақырыпты алға қойса екен. Бірақ енді әр автор, әр жазушының өзінің көзқарасымен, өзінің вариантымен жаза берсе, балаларымызды біз кім қылып тәрбиелейміз? Үндемей қалдыңыз ғой, не дейсіз? Келісе бастадыңыз ғой. Жоқ, енді бұл кісілердің барлығы бір бағдарламаға сәйкес жасалады. Ол бағдарламадан ешкім алшақтап Бағдарламаның жазбайды. көзқарасы кішкене әртүрлі болуы керек. Көзқарас. қараңыз. Не дейсіз? Ринат, кім абайымыздың өзі қазір өзін-өзі тығырыққа тіреп отыр? Иә, қай жерден тіреп отыр сонда? Қараңыз. Біріншіден, оқулықтың жазылу мәселесі өте күрделі, бір адамның қолынан келмейтін, бір адамның қолынан келмейтін үлкен шаруа екенін біліп отыр да? Ал осындай үлкен шаруаны апарып рынокқа тастай салдық деп отыр. Тауар тастағандай тастай салдық деп отыр. Бұл бірінші қателік. Екіншіден, бағана Жоқ, егер нарық болмаса, әр баспа қатысып, конкурстан ұтып, жұмыс істемесе, қалай еркіндік болады? қараңыз. Ол монополия болып кетпей ме? Ол Әлде бұл оқулық мәселесін нарыққа тастаудың қажет жоқ па? Мен айттым, оқулықтың баспалар тендерге таласын, олар дайын оқулықты басуға таласын. Иә. Бағана апайымыздың өзі айтты. Да, иә, авторлар ұжымын баспа талдайды дейді. Ал баспаға кім арзанға жазып берсе сол жақсы. Ал жүрегі татымайды. Аятжан, мен айтып кетейін, осы жерде мына тендер деген Үшінші сұрақ мәселе. дұрыс емес. Иә, айтсын сосын жауап бересіз, кезекпен. Үшінші мәселе. Қандай мәселе? Бағдарламадан қателік кетеді, бағдарламаның кінәсі кетеді, бағдарламадан кеткен қателіктерге байланысты деп айтты да, қайтадан бағдарлама Қателік деген жоқ, мен оны қателік деген жоқ. Бір шеңбердің бойында жүрген сияқтымыз. Жоқ, Не дейсіз? Аражығын ашсаңыз Бұл жерде ойыңыздың. тендер деген сөз дұрыс емес, пайдаланып отырмын мына жерде. Аятжан, сен тендер деген нәрсені дұрыс түсінбей отырсың. Тендер деген мәселе жоқ оқулық жазуда. Жалпы баспалар оқулық жазады деген біз мемлекеттік стандарт шығады. Мемлекеттік стандартқа сәйкес оқу бағдарламалары шығады. Сол бағдарлама шыққаннан кейін әркім оқулық жазуға құқылы. Мысалы үшін Аятжанның өзі оқулық жазса болады. Өзі оқулық жазып, өзі. Мысалы үшін керемет автормын десе, өзі оқулық жазып, әкеліп өткізуіне болады. Ол оқулықты баспа өзінің қаражатына жасайды. Оған мемлекет ақша бөлмейді. Тендер деген ол біз ақша бөліп, соны жасату керек деген сөз. Ол госзаказ. Бұл заказ емес. Енді жарайды, тендер емес десеңіз, қасқыр терісін жамылған қоймен бірдей болып отыр. Ол баспахана жазып алған күннің өзінде олар сату үшін жаздырады. Сату үшін оқулықтың мектептерге, облыстарға мысалы қанша оқулық керек, сатып шығарып береді. Сол үшін үнемдейді, арзан автор. Сол үшін арзан автор іздейді. Содан кейін енді осыншалық қателік кетеді. Енді бұл жерде мен қателік жоқ деп жатырмын. Қателік жоқ деп жатқан нәрсеге мен айтқым келеді. Нақты қателіктерді айтшы еді. Бірінші. Нақты мысал болса айтыңыз. Бірінші жүйеде. Популистік ой болып қалмасын. Жоқ, бірінші жүйеде. Мен жүйесіне айтайын. Бірінші бағдарламаны жасағаннан кейін сол бағдарламаға сай дереу оқулық шықсын, әйтпесе бағдарлама жасалмау керек. Бағдарлама жасалса да ол жіберілмеу керек та. Қазір қара. 3 жыл бұрын бағдарлама жіберілді. 3 жыл бұрын бағдарлама. Ол оқулық әлі дайын болған жоқ. Ал мектептегі мұғалімнің бағдарламасы бір басқа, оқулығы бір басқа. Ал ол бір күні 50-ші беттегі сабақты өтуіне келеді, тұра келеді, ертең 200-ші бетке өтеді, қайтадан 3-ші күн 70-ші бетке өтеді. Қазір өтірік айт десеңіздер, экран алдындағы барша химия пәнінен сабақ беріп жүрген ұстаздарды тартам, 8-ші сыныптың оқулығының бағдарламасы шыққалы 3 жыл болды. Ал біз бірінші тараудан кейін 7-ші тарау, 7-ші тараудан кейін 2-ші тарау, 2-ші тараудан кейін 5-ші тарауды аралап сабақ өтіп. Рас па осы? Ашық сұрақ, ашық жауап күтеміз. Жоқ, ашық жауап күтіңіз. 2012 жылы жаңадан стандарт шыққан рас. 2012 жылы шықты, 13 жылы бағдарлама шықты. Сол 2013 жылы бағдарламаға сәйкес оқу процесіне сол бағдарлама енді. Соған сәйкес оқулықтар 4 жылда бір өңделіп шығатыны рас. Ол 1 жылы бүткіл 1-ші класс пен 11-ші сыныптың бағдарламасы ауысты екен деп, 1-ші сынып пен 11-ші сыныптың оқулығын 1 жылда үкіметтің жалпы республиканың қаражат жетпейді бүткіл оқушыларға. Сондықтан оқулық 4 жылда бір шығады. Енді қазіргі таңда сен айтып тұрғандай 8-ші класстың, 7 мен 8-ші класстың оқулығы ғана ескі бағдарламамен тұрған рас, қалған сыныптардың оқулықтарының барлығы жаңа бағдарламаға сәйкес жасалынды. Жалпы бізде оқулықтардың мазмұны қаншалықты жиі
ауысып өзгеріп тұрады. Ол Оның бір стандарты, жүйесі бар ма? Стандарт жоқ, оқулық стандарттан шығады. Кейбір ата-аналар айтады, биыл қай баспаның оқулығымен оқимыз деп болжап отырамыз. Назарбек Қожамсейітов ағамызға бара жаздаймыз дейді Ол мысалы. сіздің қай баспаның оқулығымен оқыса да, ол бөлек бағдарламамен жасалған оқулық, оның мазмұнында айырмашылық Аятжан болмайды. пікіртіңізді жаңа тендер мәселесінде жиі жаңартады, жиі шығарады деп. Бұл жерде ана кісі айтып отыр, қазір айтып отыр. Қай баспаның оқулығымен оқыса да бір бағдарлама дейді. Иә, бір бағдарлама, бірақ бағанағы сияқты датада 2 апта 2 датаны қолданады. Осы жерде ортақ сұрақ. Сол оқулық авторлары жарайды, баспа олар жинасын, құрама команда құрсын. Олардың кәсіби деңгейін бағалап, оларға сертификат, немесе бір лицензия беріп жатқан біреу бар ма? Жоқ, әркімге баспамен келсе оқулық жаза беріп бағана мына кісі айтты ғой. Жауап беріңіздер. Сен оқулық жазғың келсе, жаз, алып кел, біз қараймыз, шығарамыз деп тұр. Ешқандай оқулық авторларының ішінде көшеден келген адам жоқ. Сіз 100% айта аласыз. 100% айта аламыз. Бүткіл авторлардың бізде міне тізімі тұр. Оның қай автор қай жерде жұмыс істейтін белгілі болып тұр. О авторлық ұжымда міндетті түрде ғалым болу керек. Міндетті түрде мектептің әдіскері болу керек. Сосын мектептің мұғалімі болу керек. Тек үшеуі қосылып қана кітап жаза алады, оқулық жаза алады. Сіз кітабыңызды шығарамай жүргеніңізді білеміз осыған дейін. Мен неге шығарамай жүрсіз? Оқулық шығару әдіскер ретінде өтпей қалдыңыз ба? Неге? Жоқ, мен оқулық жазған емеспін. Мен есептер жинағы балаларға қосымша материалдар жазып жүргенім рас. Жазам, шығарам деген арман мақсат бар ғой. Жоқ. Неге? Өйткені мен баланың тағдырымен ойнағым келмейді. Баланың тағдырымен ойнауға қақылы да емеспін. Баланың тағдырымен ойнауға қақылы. Сонда қазіргі оқулық авторлардың көбісі баланың тағдырымен ойнап жүр ғой. Конечно, жеке өзім автор ретінде бармаймын қазіргі жүйемен. Егер сіз ұстаз ретінде жауапкершілікті алмасаңыз, сіз қашсаңыз, басқа қашса, кім ойлайды біздің балалардың болашағын? Ойлағаннан кейін шырылдап тұрмыз ғой. Ойлағаннан кейін. Неге қолға қалам алып отырып жазбайсыз оқулық? Жоқ, жаңағы Аятжан айтып отырған мәселесі. Жақтаушыларыңызды сөзге тұртайық. Пікір, сұрақ. 5-6 сыныпта мен мысалы Алдамұратованың оқулығын өте жақсы көремін, жақсы пайдаланамын. Неге? Ода жаңағындай есептің әр түрі бар. А деңгей, Б деңгей, С деңгей. Енді өз мамандығым болғасын айта кетейін мен. Бірақ сол оқуды қазірге дейін пайдаланып келе жатырмын. 64-ші бетінде сандардың бөлім күштігі деген бар. Сіз жаңа математиканы жақсы көремін дедіңіз ғой, не қылып? Оқығам дедіңіз, сол неде. 2-ге және 3-ке бөлінсе, ол сан 6-ға бөлінеді дейді. Келісеміз? 3-ке және 5-ке бөлінсе, ол сан 15-ке бөлінеді дейді. Келісеміз? Ал сол қызыл сызықпен ереже тұр, аяқ жағында егер сан А-ға бөлінсе, және Б-ға бөлінсе, онда ол сан А, Б-ға да А мен Б-ның көбейтіндісіне бөлінеді. Бұл қашан шыққан кітап? Сұрақ қояйын, қазір айтам ол туралы. Бір сан мысалы, 18 6-ға бөлінеді. Келсесіздер ғой? Бөлінеді, бұл қарапайым бәрі білетін нәрсе. 18 9-ға бөлінеді. Бірақ 6 мен 9-ның көбейтіндісі 54, сонда 18 54-ке бөліну керек болып тұр ғой, мынау бойынша болғанда мысалы. Бұлда не нәрсе қалып қойды? Өз жерде А мен Б-ның ең кіші ортақ еселігі 1 болу керек деген нәрсе қалып қойды. Ол онан кейін өтілетін тақырып. Ол қызыл сызықпен тұр. Ол 4-ші рет басылды. 4-ші рет басылған басылымында сондай тұрды. Енді мен өткенде жаңадан ол 2 кітап болып шығыпты. Бірінші бөлім, екінші бөлім болып. Осы 5-ші реткі басылымы өңделіп түзетілген дейді. Қарасам сода 147-ші бетте тұр. Сіз ұстаз ретінде осы кемшілікті айтып жаздыңыз ба? Көтердіңіздер ме осы мәселені? Көтердім, көп мәселе, мысалы енді нақтылы былай айтып не қылғам жоқ. Жақын адамдарына осы нәрсе түзетілсе деген. Алдамұратованың өзін шақырып алып бет санын санап берген бұл. Сонда бұл тек техникалық емес, мазмұндық қателіктер әлде бар деген. Ол енді мысалы қараңыз, мынау деген нәрсе қараңыз, иә? Бұл деген математика деген нәрсені айтайын мен. Бұл өте маңызды нәрсе. Неге баланың логикасы, баланың қалыптасу кішкене кезінен жаңа оқулық жазған адам бірінші логика ғылымын білу керек. Мен енді қазір айтсам бірталай нәрсені айтып тастауға болады. Жаңағыдан қараңыз, бұл жерде мынандай нәрсе бар. Логикада мынандай нәрсе бар. Жалпылықтан даралыққа өтуге болады, бірақ даралықтан жалпылыққа өтуге болмайды. Әркім бір-біріне лақтыра беретін болса, анау ананың қателігі, анау ананың қателігі деп. Жауап беретін енді оқулық орталық емес па? Енді бұл кісілер ал енді жауап беру керек болатын болса, бұл кісімен мен 3-ші мәрте кездесіп отырмын. Бұл кісі алдығайда жұмысымен жауап беру керек еді. Керек болса жұмысымен жауап беру керек еді. Ал енді 3-ші рет және осы түйінге және кеп отырған кезде
жауап беріп отырған жоқ, және қайталанып отырған қателік. Не дейсіз? Сіздер жауап бересіздер ме? Аятжан, бұл жерде жаңағы сіз математикаға нақты сұрақ болса, бұл жерде қатенің өзі жаңа тақырыптың алдынан артына өту, немесе алдынан бірінші жалпыдан жалқыға, немесе жалқыдан жалпыға көшу деген мәселе болып тұр ғой. Бұл жерде оны талқылауға болады, оны қарастыруға болады. Біз ешқандай да қандай бір өтініш болсын, немесе қандай да бір кемшілік болсын, біз бей-жай қараған емес, біз оны зерттегенбіз. Мысалы үшін Аятжан, сен мен осымен екінші, үшінші шығып жатырмын. Сен бір рет кабинетке келіп, мен оны осы сұрақты сұрадың ба? Осы жерге шығасың, шулаймыз, айқайлаймыз, кетеміз, сонымен қалады. Ал нақты мына біздік шоу. Телевидениеға шыққан кезде бүткіл жұртқа мына жер қате екен дейміз. Ал енді соны нақты жұмыс істеуге келсе ғой. Міне келдім алдыңызға, міне тұр. Мынау кітап, мынау сіз, мынау біз. Шақырыңыз авторды, шақырыңыз. Келген емес кабинетіңізге? Келген емес. Шоу жүрген жоқсыз ба? Қараңыз. Бір ауыз пікір айтсын, сол сізге сөз береміз. Менің поштамды ашып тексеретін болса, мысалы, маған шоу керек болатын болса. Бәріне хат жазып, оқулық орталығына бармадыңыз ба? Күттік келмеді дейді. Тек телеарнада кездесеміз, осылай жекпе-жекте кездесеміз дейді. Мүмкін әр мұғалім өзіне бастау керек шығар, әр ұстаз, Айке. Иә, бұл кісіге мен айтар едім. Біз кезіктік. Бұл кісіге айтатынды айттым. Егер düzeltетін болса, арғай düzelіп кететін еді ғой, бұл кісімен шешілетін болса. Бұл кісімен шешілмейтін болғаннан кейін мен бармай отырмын ғой. Сіздің де егер де бір уәжіңіз немесе жаңағы айтқан нақты ұсыныстарыңыз болса, ол жүзеге асырылу керек еді. Ол асырылатын деді. Асырылып та жатыр. Осы жақын өткен тамыз конференциясындағы басты жаңалықтың бірі орыс тіліндегі бөлімдерде, өзге тілде оқытатын мектептерде енді Қазақстан тарихы мен қазақ әдебиеті қазақ тілінде оқытылады. Біз енді сол пәндер бойынша біздің оқулықтар қаншалықты дайын, және ол орыс бөліміндегі балалар оларды қаншалықты түсініп, оғынып ертең алып кете алады деген сұрақ туындайды. Бұл көп ата-ананың көкейіндегі дүниеде қазір. Сіздің пікіріңіз қандай осы мәселеге? Енді бағанаға бір жауап бере салып көшейін бұл мәселеге. Бағанаға көш жүре түзеледі, мынаны жасап жатырмыз деген нәрсе көш жүре түзелмейді емес, көш жүре құлайды. Соған барып отыр. Құлайды, түзеу керек. Енді 25 жыл болды ғой, 25 жыл түзейтін тыңдасақ, біз құлап жатқан сияқтымыз. Біз құламайық, құдайға Ал ата-ана мен уже міне балам бастауыш сыныпта оқиды. Биылғы жылы енді басталады 3-ші сынып. 2-ші сыныптың жаңа математикасында да қазақ тілінде де сондай әдебиеттік оқулықтарында да біздің жаттап өскен, естіп өскен, құлағымызға сіңіріп өскен мақалдардың өзінде қателіктер бар. Ол былтырғы бағдарламада да айтылған. Математикасын алатын болсақ та, мысалы, мәселе есеп дейді, сөз есептер бар ғой. Солар өте көп. Үйге тапсырмаға жаңа мәселе есептерді береді. Оның мысалға, мен өзім кезінде тоже бастауышқа сабақ бергем. О кездегі бағдарламамен, осыдан 10 жыл бұрынғы бағдарламамен, қазіргі бағдарламаны салыстырсаң, мәтіндері түсініксіз. Мен қазақ тілінде оқыдым. Қазақ тілінде жұмыс істеймін, менің 2 ауыз орыс тілін дұрыстап қосып сөйлей алмаймын, сөздің шыны керек. Сол қазақ тілінде оқыған мен оқулықтағы мәтінді түсінбеймін. Сол түсінбегендіктен мен балама қазір қосымша репетитор алып отырмын. Өйткені мен өзім түсінбеймін оны. Сосын апайдан сұраймын. Енді бір қарапайым есеп болды. Сол есепте таразы қойған, таразыға жемістер қойған, үстіне қарбыз қойған және кіртасын қойған. Келесі таразыға тағы да жаңа жемістерді қойған, кіртасын қойған, ол жерде қарбыз жоқ. Сосын кейін айтады, мына жақ таразы 350 килограмм тартады дейді. Мына жақ таразыны мынаумен теңестіру керек дейді. Енді 2-ші кластың математикасы бұл. Сосын кейін енді ойладым, бұған мүмкін теңдеу құрастыру керек. Бірақ 2-ші кластың баласына теңдеу құрастыру әлі ерте. Ол 3-ші класс, 4-ші классқа барғанда теңдеу құрастыруды үйренеді. Қаншалықты менің білетінім. Енді сосын кейін апайына звондадым. Әрі ойладым, бері ойладым. Өйткені ана қарбызды ол үшін мен қолыммен ана жерден кесіп алуым керек те, ортасынан бөлуім керек, сосын кейін мына жаққа теңестіруім керек. Басқалай ешқандай келмейді. Сосын кейін апайына звондадым. Апай, мына есепті біз түсінбей жатырмыз. Өйткені біз ата-аналар қазір мынау WhatsApp деген жақсы болды ғой. Отырамыз да WhatsApp-тан бүкіл ата-ана WhatsApp-та отырып жаңағы есепті шығара алмай отырмыз. Бір класста 25 оқушы. Бір үй болу емес, бірінші үй болып шығарып отырмыз. Иә, бір ұжым болып шығарып отырмыз. Енді сосын кейін апайға звондадым. Апай, мынау есеп қалай шығарады десем, ну өз еркіңіз білсін, теңдеу құрам десеңіз де не қылсаңыз. Сонда оны мұғалімнің өзі білмей тұрғаны ма? Өзіңіз біліңіз деп шығармашылық процесс болып тұр ғой, шығармашылық. Енді ондай сұрақтарыңыз болса, қазақша білем, орысша тіпті білмеймін дейді. Мәселе неде? Тікелей аудармада ма? Енді проблемалық кредиттер дегенде естиміз, бірақ проблемалық есеп деген қалай ол? Проблемалық есеп. Жоқ, қазір енді бұндай сұрақтарыңыз туып жатса, біз осы жыл бойы 14-ші жылы ноябрьде бастадық, жаңа акция өткіздік, қатесіз оқулық деген
деген акция. Сонда бүткіл ата-аналар, мұғалімдер өзінің сұрақтарын сол акция бойынша бізге жіберуге отыр. Сол акция әлі жалғасады. Сондықтан да сіздер ондай сұрақтарыңыз болса, осы оқулық орталығының сайтына кіріңіздер де қойыңыздаршы. Мұғалімдер ашық ойларын айта алады деп айта алмаймын мен. Мен мұғалімдермен көп кездесем, сол кезде біздің жоқ кешіріңіз, мен ата-анамын. Мен мұғалімдермен көп кездескенде мұғалім де, балабақшадағы тәрбиеші де жасық олар. Анау директордың көзіне түсіп қалсам, мен ертең жұмыссыз қалам дейді. Сондықтан ол қатесін көріп тұрса да айтпайды. Жоқ, тоқтай тұрыңыз. Бұл жерде аты жөні керек емес, бізге аты жөні керек емес оның тіпті. Қазір ұсынысы болса болды. Қазір біз жаңа қағидаға байланысты біз осы апрельде жаңа ереже қабылданды министрлікте оқулықтарды жаңағы сараптау жөніндегі жаңа ережелер шықты. Сол ережеге сәйкес енді біз қоғамдық сараптама кіргіздік. Ол деген не? Яғни міне Аятжан естіп ал, ертең сайтқа шығады, сол кезде көріп отырасың. Біз міне қыркүйек айында 7-8 сыныптың оқулықтар қазір бізге тура сараптамаға түсіп жатыр. Соны біз қазір сайтқа шығарамыз. Оқулық орталығының сайтында тұрады. Электронный варианты оқулықтың электрондық нұсқасы тоқ алпында сайтқа шығады. Сонда бүткіл ұсыныстарыңызды шықпай тұрып, оқулық шықпай тұрып, оқулық келесі жылы шығады. Биыл сараптама жүргіземіз. Сондықтан біз сайтқа шығарған кезде бүткіл үш адам сараптама жасамайды. Сонда бүткіл қазақ, бүткіл халық сараптама жасасақ, сонда қорытынды шығады. Өзіңіздің сайтыңызға ғана жазыспасын. Сәл күлкілеу дүние болып. Сізге жеке жіберу керек болса, жеке жіберейік. Жаңа нәрсені енді не жібергенде? Бұл күлкілеу дүние болып. Қараңыз. Республикалық басылымға жазылған мақаладағы дүниелер ескерілмей жатқанда, атын жазбаған біреудің пікірі ескеріледі деу. Жоқ, ескереміз деп отыр ғой. Оның бәрі алдыңызда тұрған шетелдік азамат емеспін, мен қашып кетемін. Мен алдыңызда мінемін. Бірде-бір мекемеге жауап беріп айтып тұрмын. Екінші күлкілі нәрсе? Күлкілі емес, түк те күлкілі емес. Қоғамға тастап, қоғам сараптамасынан өткіземіз дейді да, сонда ана сараптау комиссиясындағы 3 адам не қылатын адам? Ол не сараптамай ма? Ол жасайды. Мен сізге айтып тұрған жоқпын. Олар жасамайды, сен жасайсың енді деп тұрған жоқпын. Қоғамның қолдауымен қосымша деп қолдауы. 3 адамның сараптамасы бір бөлек, қоғам сараптайды. Одан кейін барып министрлікте тағы бір комиссия болады. Енді министрлікте қадылыңыз, осында білім және ғылым министрлігі, білім және ғылым саласындағы бақылау комитет төрағасының орынбасары Әлтайыр Ахметов отыр. Әлеке, сіз не дейсіз? Біраз сын айтылып жатыр, біраз пікір айтылып жатыр. Шынында да мен манадан бері айтқым келіп отыр. Аятжан деген кісі өзі осы оқулықтардың және жалпы білім саласына уайымдап жүрген адам бірі деп өзін көрсетіп отырғанына рахмет біріншіден. Бірақ мемлекеттік қызметте де жүрген азаматтардың да жаны ашып отқанын да айтқым келеді біріншіден. Екіншіден, осы оқулықтар тендер арқылы сатып алынады деп айтылады. Ол керек болса әділет заңнама базасы бар, ашып заңды оқып алсаңыз да болады. Оқулық мәселесінде тендер жоқ, Оқулық мәселесінде тендер жоқ. Қазір осы жылдан бастап 3 деңгейлі 3 қадамды экспертиза енгізіліп отыр. Сіздің жаңа айтып отқаныңыз дұрыс, қателіктер бар, қателіктер болған тарихта болады. Ол әр мемлекетте, әр оқулықта болатын жағдай. Енді жаңа қоғамдық сараптама. Ол өте енді халықаралық тәжірибе, ол енді өте маңызды нәрсе. Бүкіл әлемде бар керек нәрсе. Аятжан деген мықты маман сияқты адамдар ресми түрде ешкімнен сұраныс етпей сайтқа ашық түрде кіріп, өзін оқып, өзінің пікірін және ішінде болған тапқан қателіктер туралы жазуға қақысы бар. Оның үстінен Тек мамандар емес, әрбір азамат жазалады ғой. Әр азамат. Ғылымдар қатысуы мүмкін, ата-аналар қатысуы мүмкін. Енді 3-ші қадам ол республикалық комиссия. Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, мына оқулыққа кім нақты жауап береді дегендей болатын болады. Бізде осыны енгізіп жатырмыз осы жылдан бастап. Әр пән бойынша
комиссия құрылатын болады. Осы республикалық комиссияның ішінде сол комиссия құрамына кіретін бір мүшесі, ол әр пәннің жаңа жетекшісі болады. Кураторы секілді болады. Кураторы. Ол өзі таңдаған екі ғылым, екі практик мұғалім таңдайды. Осы 5 адамдық топ жаңа оқулықтың жасаған сараптамасының үстінен тағы да қарап, тағы да бір сараптама өткізіп, осы жүйелі түрде оқулықтардың сапасын нығайтатын механизмнің бірі. Ол ертең сараптамадан өткеннен кейін, республикалық комиссия бекіткеннен кейін, сонда ғана оқулықтарға, мектептерге енгізілетін болады. Түсінікті. Жылда осы уақытта бұл мәселе жиі көтеріледі. Биыл қалай болып жатыр? Жалпы оқулықтардың таратылуы, жеткізілуі ата-аналардың ойына шығып жатыр ма? Өзіңізде проблема болған жоқ па? Не дейсіз? Міне, мен өзі бүгін қайта осы бағдарламадан звондағанда мен өзі қаңғысым басыма шығып отырған. Алматы кітапқа бардым, сондағы балабақшаға 5+ деген оқулық алыңдар деді. Тіл дамыту, қол еңбегі, көркем әдебиет, сурет салу, аппликация, сосын қоршаған орта. Енді сол балабақшаға керек жаңаға 5-6 кітап. Барсам, насихаттың алдында, мына Имановтың бойындағы далада көшеге машинаның жарты жолын басып тұр, адамның көптік сонда. Мен де суретінде түсіріп алған. Енді одан шықтым да, Жеңіс даңғылының бойындағы Алматы кітапқа бардым. Сол жерде жұмысымен бір жола бара салайыншы деп. О жақта да сондай ситуация. Сағат 2-де барғанда мен 5:30-ға шейін кезекте тұрдым. 5:30-де өкірім деп ішке кіргендегі алғаны ағылшын тілінің кітабы ғана. Сонда қалған кітап жоқ. Маған не айтады? Сіз суббота күні келіңіз деді. Сонда өздері кезекте тұрғандар, мектеп оқулықтары үшін тұрғандар да бар ма? Балабақша ма? Сондағы, иә. Бұны істеп өткен Жеңіс даңғылындағы Алматы кітап. Екеуіңіз жауап беріп кетсеңіздер. Біріншіден рахмет, өте орынды сұрақ деп есептеймін. Осы жергілікті атқарушы органдардың құзырына кіретін мәселе. Осы акиматтар ұйымдастыру керек. Ол бір. Екіншіден, министрлік осы жаздың басынан бастап шырылдап жүр. Бүкіл бақтарға шығып, жалынып ата-аналарға айтып жүрміз. Ата-аналар, құрметті ата-аналар, мектептеріңізге барып, қандай оқулықпен жұмыс істейтініңізді, қандай қосымша атлас, оқу дәптері, тағы басқа құралдар керек екенін біліп алыңыздар, асықпай, ешқандай ажиотажсыз, очередсіз барып дүкеннен сатып алыңыз. Енді ата-аналар оянғандай бәрі очередь, әрине очередь болады. Шынымен мәселе ата-аналардың өзінде емес па? Гауһар ханым кеш баратын, қақаған кезде қазақы психологияға сабасып. Мен ол кітапты маған бағана айтты. Тегін болады деп айтты. Мен оны айта аламын. Тегін болады деп айтты. Енді асықпай барып сатып алды. Жоқ, енді мысалға, мен оның жылдан сондай ажиотаж болатынын білемін. Тегін ешкім еш нәрсе уәде берген жоқ. Орта мектептерде әңгіме жоқ. Ол жерде заң бойынша Ринат, мен ана кісі жоқ, тұрыңызшы, мен ана кісіге сұрақ қояйын. Мен 3 тамыз күні еңбек демалысына шықтым. Сол күні бірінші кезекте барғаным жаңағы мектепке керек оқулық. Мектепке барып документті тапсырдым оқудың 70-ші. Сұрадым, қай баспамен оқисыз деп. Атамұра, ешқандай оқулық керек жоқ па дедім, керек жоқ деді. Олар маған пока ешқандай ештеңе керек жоқ деді. Балабақшаға 41-ден 70-ші бақшаға аудардым. Енді сосын олардан сұрадым, біз қандай кітаппен оқуымыз керек дедім. Мен бүкіл жұмысымды сырып қойып, бірінші кезекте баламның мәселесін ойлаймын. Репетиторында бір ай бұрын жалдаймын, кітабында бір ай бұрын іздеймін. Бір ай бұрын дайындаймын. Енді сонда мен 3 тамызда барғанда ол жерде болған аппликация қарапайым математикалық бірдеңе деген кітап. Осы 2 кітап болды. Жоқ. Сонда маған айтты, 20-сынан кейін келіңіз деді. Неге ол 20-сынан кейін дүкенге кеп түспейді дейсіз ғой? Дүкенге неге сол 20-сынан кейін түспейді? Бір сұрақ қоя кетейінші. Бейбіткүл ханым жауап берсін, сосын бір сұрақ қойыңыз. Министрліктің арнайы бекіткен механизмі бар, тетіктері, оқушыларды оқулықтармен қамтамасыз ету тетігі деген. Негізінде мектеп оқушылары
білім туралы заңның 47-ші бабына сәйкес құқықтарында жазылған мектептің оқушылары жаңағы оқулықтармен тегін қамтамасыз етілу керек. Ал енді балабақшаны балаларына тегін деген нәрсе жоқ. Қамтамасыз ету мәселесіне қатысты не дейсіз? Өздері ал енді қамтамасыз етуге байланысты әлі түскен жоқ, 20-дан келді деп айттық біз министрліктен жоқ, қараңыз, негізінде ереже бойынша министрліктің бұйрығы бойынша жаңағы 31-ші қазанда бекітілген 450-ші бұйрық бар. Сол бұйрыққа сәйкес біз министрлік тарапы бұйрықты мектепке рұқсат етілген оқулықтар тізімін 10-шы қаңтарға дейін бекітуіміз керек болған. Біз оны 10-шы желтоқсанда бекітіп тастадық, 14-ші жылдың. Майда біз айттық, мектептегі бар оқулықтарда, мысалы үшін бүткіл класстың оқулықтары ауыспайды ғой. Биыл 4-ші, 5-ші, 6-ші, 11-ші сыныптың ғана оқулықтары ауысты. 4-ақ сынып. Басқа сыныптың оқулықтары кәдімгі былтырғы қолданыстағы оқулықтар. Сонда ол бірінші класстың оқушысы мысалы үшін не қылған жоқ қой, жаңағы оқулық алған жоқ қой, былтырғы оқулық. Оны ол майдақ беріп тастауға болатын еді. Мектептің кітапханасында мұғалімдер келесі жыл сен осы мектепте қалатын болсақ, неге сол алматы кітабы жайбарақат жүретін оқуға асық па? Оқулық алу керек еді. Одан кейін бар, тек қана мектепке жеткізілу керек оқулықтар жаңағы сатылып алатын оқулықтар. Ол 4, 5, 6, 11-дің оқулықтары. Ал сатып алу керек, дәптерлерді сатып алу керек. Мысалы, жоқ, неге сол осы тамыздың 20-сына шейін тығып қояды? Неге ертерек айтып қоймайды оны? Бізге берген мәлімет бойынша, мысалы үшін Алматы, Астана 100%-ға оқулықтармен оқушылар қамтамасыз етілді деген бізде информация бар. Олар 10 күн сайын жаңартып отырады. Кезектегі тұрғандар ол таза оқулық алып тұрғандар емес. Мен оны кеше кеше мен барып көрдім. Ол бүткіл оқулықтар мектепте тұр, оны сатып алмайды. Бүткіл оқулықтар мектепте бар. Олар кеше мен өзім барып көрдім, соны айтқан кезде. Сөйтсем, мектепке дейінгі садиктің балаларын алып тұр кітаптардың барлығы. Кешіріңіз, немесе ата-аналар өздері алады. Кешіріңіз, ана кісіге мен сұрағымды қоя берейін. Қоймаңызшы, таба берсін. Қараң, сіз мекемеңіздің атын атаңызшы. Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті. Енді не бақыламай жүрсіздер? Енді қараңыз, бақыламай жүрсіздер. Қазір біз оқулықпен қамтамасыздық ету жағдайы, кезек жағдайы айтқан кезде, ол әкімшіліктің жұмысы деп шалқая кеттіңіз. Сіз енді әкімшіліктің жұмысы осы, әкімшілікті қадағалайтын сіздер ғой, біріншіден. Екіншіден, қадағаласаңыз, сіз қазір шыққаннан кейін менімен жүріңіз, мен кезекте тұрған ата-аналардың не сатып алып жатқанын бірге барып қадағалап көрсетейін. Сұрағыңызға жауап беруге рұқсат етіңіз. 4-өңіз жекпе-жегіңіз болып кетті. Басқа кісілерді сөйлетейік, қысқа айтыңыз, сосын әріптесіңізді қысқаша айтайын. Өте орынды сұрақ. Негізі айтқым келетін, биылдан бастап министр Саринжевтің арқасында, осының уақытында қабылдаған шешімнің арқасында тарихта бірінші рет, алғашқы рет осы тамыздың 10-на дейін бүкіл мектептерге, бүкіл аумақтарда оқулықтар жеткізілген. Ол тарихта болмаған жағдай. Бәрінде бар, жеткізіліп берілді. Қазіргі таңда 99-да 6% болып тұр, қамтамасыз етілді. Мектептерге деп тұр ғой, мектептерге. Ол күнделікті біздің бақылауымызда. Астанада қошастан Алматы кітапқа барыңызшы, сол жерде кім не сатып алып жатыр, қараңыз. Алатынымыз қосымша сабақтар бәрі, қызықты грамматика, қызықты математика, сөз сыры, сосын неме тағы. Неге ол кітаптар қосымша болса да қазақ тілімен қосымша неге берілмейді? Кейбір мектептерге берілген әдебиетпен математика қалғанын сатып алып тұрмыз дейді. Соны сатып алуға келіп тұр. Ал ондай фактілер болатын болса, осы мүмкіншілікті пайдалануға айтқым келеді. Жоқ, сіз қарапайым үстіңізге жеңсегіңізді неме полувермен барыңызшы сол жерге, ата-ана болып. Жоқ, мен кеше өзім бардым. Мен бардым. Қай уақытта бардыңыз? Мен кеше сағат 5:30-да бардым. Мен 5:30-да бардым. Мен Момышұлына, неге бардым? Момышұлына бардым. Мен насихатта болдым. Мен оң жағалада жүрмейсіз қой, мен левый беректе болдым, сіз правыйда болдым. Ал енді қараңыз, өз жердегі алып жатқан қарасам, көбі мектепке дейінгі екен деймін. Одан кейін алып жатқан, сіз айтпақшы, мен сұрап едім, атластар алып жатыр. Оқу дәптерлерін алып жатырмыз деді. Содан кейін 2-3 ата-ана болды, өзіміз кітап алып тұрмыз деді. Мен айттым, неге кітап жоқ дедім. Мен оны сұрадым, қай мектеп екенін білдім. Бүгін нақты барып тапсырма бердім. Қосымша оқу құралдарын алуды
міндеттеу қаншалықты ал енді міндеттеу болғанда қараңыз, бізде цикл деп айттық қой, 4 жылда бір кітап өңделіп шыққан кезде толығымен шығады. Жаңағы негізгі оқу құралы, оның жанындағы жұмыс дәптері, оның кейін хрестоматиясы, содан кейін есептер жинағы, мұғалімге әдістемелік құрал. Міне осы кадр диск шығаратын болдық, электронный нұсқасы. Үлкен бір қоржын болып шыға деген ол бәрін береміз, сол толығымен алынады бірінші жылға, бірақ келесі жылы сіз оқу дәптерді ол бала уже жазып тастайды. Республиканың қаражаты жыл сайын дәптерлерді қосымша алып беруге республика қаражаты көтермейді. Себебі биыл сатып алуға, 4 сыныпты сатып алуға республикалық бюджеттен керек қажетті ақша жаңағы 13 миллиард құрады. Үнемдеу саясатына басымдық беріліп жатыр. Үнемдеу саясаты қолдау. Жалпы алдыңғы 2002 жылғы стандарттармен салыстырған кезде білім беру стандарты пәндік стандарт болып табылатын. Ал білім туралы заңына көрсетілгендей, мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты білім мазмұнына қойылатын талаптарды, оқушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптарды, және оқу жүктемесіне қойылатын талаптарды анықтайды. Соған сәйкес әзірленген оқу бағдарламаларының ішінде мазмұнында білім мазмұны және оқушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптармен және оқу процесін жүзеге асыруға қойылатын қағидаттар берілген. Енді бұл оқу бағдарламасын әзірлеуде бірнеше талқылаудан жасап, әзірлі ғалымдар мен ғылыми докторлардың қатысуымен әзірленді. Ал жаңа сіздің өзіңіздің айтып кеткеніңіз бар, география, Қазақстан тарихы деп пәндер қазақ тілінде оқыту, қазақ әдебиетін қазақ тілінде оқыту мәселесі. Ол алдағы жоспарда тұрған мәселе. Биылғы оқу жылында көптеген ата-аналарды шатастырып, қазіргі биылғы оқу жылында жаңадан пәндер енгізіліп жатыр. Ол келесі оқу жылынан бастап бірінші сыныптарға енеді ғой, иә? Бірінші сыныпта мемлекеттік жаңартылған бағдарлама енетін болса, бірінші сыныпта Қазақстан тарихы, география оқытылмайды. Ол кейінгі негізгі білім беру деңгейінде, яғни 5-ші сыныптан бастап 2017-2018 жылдар жүзеге асырылатын жоспар. Бұл алдыңғы... Биыл енгізілмейді. Биыл енгізілмейді бұл мәселе. Ата-аналар мектептің оқулығын неге мектептен сұрамайды? Егер мына жерде тегін түрде берілу жүзеге асырылатын болса, заң жүйесінде. Сонымен қатар, қазіргі уақытта мынау академияның құзыретінде жылма-жыл жасалатын әдістемелік нұсқау хат деген бар. Оқу пәндерін оқытудың әдістемелік, ғылыми әдістемелік негіздері. Осыны әдістемелік нұсқау хат бүкіл мектепке және білім беру ұйымдарына тікелей таратылады. Академияның сайтында да орналастырылған барлық оқу бағдарламаларымен осы әдістемелік нұсқау хаттың ішінде қалай оқыту керек, немені оқыту керек, әдістемелік ерекшеліктері қандай, және қандай нормативтерге сүйену керек, осы көрсетілген. Жаңа айтып отырмыз, желтоқсан айында бекітілді. Оқулықтардың тізімі бекітілді. Сол оқулықтардың тізімі желтоқсан айында бекітілген. Қазіргі уақытқа дейін мұғалімдер сол тізімді ашып оқыды ма деген сұрақты. О да бір сұрақ. Өйткені әдістемелік нұсқау хатты толығымен мектептің мұғалімі оқымайтын болса, ол қайтып сабақ беріп жүзеге асырады. Белгілі ғалым Аман Әшмейли бар. Өз пәнімнің әдістемелік құралын оқыдым. Енді сарапшыларға сөз берейік. Осында Айгөлек журналының бас редакторы, Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері Қымбат Әбілдағыз отыр. Қымбат ханым, не дейсіз? Қымбат апай, сіз мынандай мақал естідіңіз бе? Мынау 3-ші сыныптың ана тілісінің бәленіші бетінде тұр апай дейді. Апай, сіз мынандай сөйлем оқыдыңыз ба дейді. Кәдімгідей жүректер дірілдеп тұр. Арыз айтайын деп тұрған жоқ. Айтатын адам кімге айтатынын білмейді. Әйтеуір менің телефоным, бірақ телефон оны өзім көтеретін болғаннан кейін айтатын болу керек. Біреу Маңғыстаудан, біреу Қостанайдан, біреу анау Созақтан өйстіп телефон шалып атады. Осындайда деймін ау, егер біздің анау аталы білім министрлігін сыйласа, оның оқулықтар орталығының басшысының келетінін сыйласа, хабар деген елдің елеңдеп көріп отырған бірден бір бас каналы ғой, осы сыйласа, неге дейм, осыншама пайда тауып отырған, осыншама қара домалақтарымызды сауатын ашып отырған, ашылмай отырса да, әйтеуір соларға бастарына сасыған бақ қонып, кітап шығарып отыр ғой жаңа, өздері қазақша білмесе де, қазақша кітап шығарып отыр жаңа біраз баспалар. Неге деймін ау?
соның басшысы ма, қосшысы ма, ана алған ақшасынан ұялып, осындайда неге қатыспайды? Неге біздің пікіріміз тыңдамайды? Барлығын шақырғанбыз. Өкінішке қарай келмеді. Парламент сенатының депутаты Асхат Күзеков мырзаны тыңдайық. Не дейсіз? Бізге парламентқа осындай осы көктемде осы сессияның алдында үлкен бір мәселе көтерілді, осы білім министрлігімен бірге. Сонда осы көп мәселелер көтерілді, осы жаңа қателіктерді мазмұнында, сапасы да бәрі айтылған негізі. Бірақ біз енді өзіміз ұстаз болмағасын жаңа оқулықтарды күнде қолданбаймыз ғой. Біз мүлдем қолданбаймыз оқулықтарды енді. Сондықтан біз қай жерде қандай қателік бар екенін оны білмейміз. Білім саласының мінекей оқулықтарды шығаратын орталығы, бақылайтын орталықтары, олар да біле қоймайды. Сіздерге де негізі меніңше ашылу керек кішкене. Жаңа сіз айтасыз, мінекей қазір бізде осындай акция болып отыр дейсіздер. Мінекей өте дұрыс нәрсе, жаңағы мінекей үш нетті, үш санатты сараптама. Үш сатылы неге қойғандарыңыз, жаңағы сараптама қойғандарыңыз. Оның ішінде қоғамдық сараптама деген ол өте бір маңызды сараптама. Оны қолдану білу керек, оған қатынасу керек әрине. Ең бірінші мектептің мұғалімдері қатынасу керек, өз күнделікті оқулықты қолданып жүрген. Айналайын ұстаздар, тәрбиелеп отқан балаларыңыз біздің еліміздің келешегі, біздің мәңгілік елімізді құратын ұрпақ. Сондықтан мен сіздерге батылдық тілеймін кішкене. Қорықпаңыздар, ешбір қысылмаңыздар, керектерін айтып отырыңыздар. Ал сіздерге мінекей министрлік, білім министрінің осы жерде отырған уәкілдері сіздерге кішкене осы ең бірінші мектептердің алдында, одан кейін қоғам алдында ашылуларыңызды тілеймін. Ашылу керек. Рахмет. Асхат мырза, енді бұл жекпе-жек болғаннан кейін бір тарап кішкене басым түседі, бір тарап әлсіз болып жатады. Тақырыпты көтеру жағынан, шешендік жағынан, пікірсайыс жүргізу шеберлігі жағынан қай тарап басымдау болды деп ойлайсыз? Министрлік жаққа. Жақсы, рахмет. Бөлініп отыр. Қымбат ханым, сіз өз даусыңызды кімге бересіз? Мына министрліктің тарапынан болып жатқан жаңалықтарға кішкене ояну үшін, өздерінің ойын қосу үшін, соның бәрін егер осындай шыңғырған шындық айтылмаса, сол айтылмас еді. Сонымен? Сондықтан мен мына кісілерге Аятжанды қолдайсыз. Жақсы, рахмет. Енді бағдарламамызды қорытындылайтын сәтке де келіп жеттік. 90 сөздің тоғыта түйін шығарсақ. Тоғы өтер пікір. Қазақта бір мақал бар. Айранды үймайсың десең, сапыра бер дейді. Біздің де білім саласындағы оқулық мәселесі сапыра бер болып жатыр. Біз тұрақтандыруымыз керек. Рахмет. Біздің негізгі талап қазіргі қойып отырған оқулық тек қазақ тілінде жазылу керек. Содан кейін орыс тіліне, басқа тілге аударуға рұқсат. Екіншіден, біз ОСР-ға ұмтылуымыз керек. Олардың жаңағы халықаралық біз көптеген зерттеулерге қатысып жүрміз. Оның ішінде Темс Пиза деген зерттеулер бар. Сол жерде біз балалардың функционалдық сауаттылығы нашарлау екенін байқағандықтан біз халықаралық тәжірибені алып отырмыз. Бірақ негізгі мән беретін нәрсеміз мына мәңгілік ел құндылығы бүткіл пәндерде болу керек. Рахмет. Сіздерге қысқа нұсқа бірнеше сұрақ қоямын, соған иә жоқ деп немесе бір ғана сөзбен жауап берсеңіздер. Аятжан мырза, сізді білім және ғылым министрлігіне жұмысқа шақырса барар ма едіңіз? Егер ойланып қалдыңыз ғой. Егер менің идеяммен санаса барар едім. Өз оқулығыңыздың әйтеуір бір шығаратыныңызға сенесіз бе? Жоқ, балалардың тағдырымен ойнағыңыз келмейді. Мына жүйеде жоқ. Рахмет. Оқулықтың сапасына өзіңізді толық жауаптымын деп осы елдің алдында айта аласыз ба? Оқулық орталығының жетекшісі ретінде. Жетекші ретінде жауапкершілігімді толық мойындаймын. Оқулық жазу үшін мектепте жұмыс істеуге дайынсыз ба? Дайын. Қызметіңізді, лауазымыңызды тастап келіп. Мен негізгі мамандығым мұғалім, сондықтан мұғалім болуға дайын. Жақсы, рахмет. Оқулық мәселесін ойлау дегенің бұл болашақты ойлау. Бала бауыр етің десең, сол саған берілген аманаттың өзіңнен асып өсуін қамтамасыз ететін құрал. Оқу құралына алаңдауымыз әрине жөн. Бірақ алаңдадық па, алаңдамадық па, бәрібір бізді уақыт және төзім жеңеді. Даланың заңы жоқ, қазіргі эфирдің заңы осы. Келесі жекпе-жекте жүздескенше.